Тұрсынбектің тоқалымен құрбы шығар. Қайрат Әділгерейдің әйелі елдің сынына қалды. Әнші Бақыт Тұрман Мөлдір Мұханованың «Шәй большом городе» фильмін сынаймын деп желі қолданушыларына жақпай қалды. Бұл туралы skifnews.kz ақпарат порталы хабарлайды. Қайрат Әділгерейдің әйелінің айтуынша, фильм өте сәтсіз шыққан. Осы пікірінен кейін Threads қолданушылары әншіні жаппай сынай жөнелді. Кім көрінген кино түсіріп жатыр ғой? Бақыт апам неге сонша шүйлікті Мөлдірдің киносына? Әлде сондай нашар ма екен шын мәнінде? Өз басыма Қайрат Әділгерейдің кинолары да өтпейді. Әйелдің жауы әйел дейді. Соншама сынайтындай не көрінді деймін? Мөлдірді көре алмай ма? Кино түсіріп көрсін өзі. Тұрсынбектің тоқалының құрбысы сияқты. Бұл кісінің іліп алар әнін естімеппін. Ерегіскеннен Мөлдірді көтеріп тастайықшы. Алғашқы киносы кемшіліктер болады әрине. Қолдауға болады ғой. Бұл кісі режиссер ма? Кім? Кинодан тәжірибесі бар ма? Бұрын киноға түскен бе? Бақыт Тұрманның Мөлдір Мұханға айтқан сын пікірінің басты себебі осы болуы мүмкін дейді пікір қалдырушылар. Жақын арада Қайрат Әділгерейдің фильмі шықпақшы. Бұл көре алмаушылық па? Деді олар. Бұл жағдай тағы да өнердегі сын мен жеке қарым-қатынастың шатасып кететін сәтін көрсеткендей, Бақыт Тұрман өз ойын ашық айтып, фильмді кәсіби тұрғыда бағалағысы келген шығар. Алайда көпшілік мұны бірден қызғаныш, көре алмаушылық немесе басқа да жеке себептерге байланыстырып жібергендей. Әлеуметтік желідегі реакция әрқашан эмоцияға толы болатыны белгілі. Оның үстіне Мөлдір Мұханның жобасы алғашқылардың бірі болғандықтан жұрт оны қорғауға бейім екенін байқауға болады. Жалпы алғанда әр өнер туындысы сынсыз қалмайды. Бұл қалыпты дүние, бірақ сынды да, қабылдауды да мәдениетті түрде жасаған дұрыс. Біреу кино түсірсе қуанып, қолдау білдірген жақсы, ал кемшілігін айту керек болса, оны жеке басқа тиісіп емес, шығармашылық аясында шектеу орнымен болғаны дұрыс. Қалай дегенмен де бұл да уақытша шу деп ойлаймын. Ертең басылар, ең бастысы адамдар бір-бірін жамандаудан бұрын өз саласына үлес қосуға ұмтылса, бәрі де орнына келеді.